Баршаңызға сәлем. Сіз бұл тағамның атын білесіз бе? Бұл тағамның әр өңірге қарай әр түрлі аты бар. Өте қарапайым болғанмен бұл тағам өте ерекше тағам. Жасап үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Халық арасында жаппасай, үнді мантысы, жалқау манты атауларымен танылған бұл тағамның жасалу әдісі өте тез әрі оңай. Ең алдымен бір жұмыртқаны араластырып, бір жаймақ қамыр илеп қоямыз. Жылы суға тұз салып, оның үстіне жұмыртқаны шағып, орташа жұмсақ қамыр илейміз. Бізге бір жаймақ қамыр жеткілікті. Ал негізінде кәдімгі мантыға қамыр бұдан да көбірек кетеді. Себебі мантыны бөлек-бөлек етіп біз түйу қажетпіз. Ал жаппасайда олай емес, түймей пісіріп алып, қолмен орап жейміз. Сол себепті де бұл тағамды кей өңірлерде жалқау манты деп атап кеткен. Қамырды илеп болдық. Ал енді етті 4 бұрышты пішінде ұсақтап турап аламыз. Пияз бен сәбізді де дәл сондай пішінде тураймыз. Ал картопты сәл ірілеу тураған жақсы. Сол кезде картоп езіліп кетпейді. Міне барлығы дайын. Енді қызып тұрған қазанға сұйық майды құйып, оның үстіне ең алдымен пияз бен сәбізді салып, тұз араластырып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылып болған соң етімізді саламыз. Бұны да жақсылап қуырамыз. Ұзақтау қуырған жақсы. Сол кезде еттің сөлі бөлініп тағамға ерекше дәм кіреді. Үстіне қайнап тұрған су құйып 30 минуттай орта отта пісіріп аламыз. Ал оған дейін мен қамырды жұқалап жайып дайындап қоямын. Міне жайманы жайып алдым. Ал енді үстіне жұқалап сұйық май жағып кесіп шығамын. Қайнап тұрған тамақтың үстіне картопты салып, тұзын дәл осы кезде көріп алған абзал. Аз кемін байқап, егер аз кем болса тұзын салып алыңыз. Себебі кеспелерді салған соң қазанның бетін ашпаймыз. Барлық кеспені дәл осылай бір бетін, яғни май жағылған бетін астына қаратып салып шығамыз. Міне, тамақтың беті толықтай кеспелермен жайылып шықты. Қазанның қақпағын жауып, тамақты орта отта 25 минуттай бұқтырып қоямыз. Ал оған дейін мен тағамға салат жасаймын. Тағамға салат қосып жеу тағамның дәмін одан да жақсы ете түседі, әрі бұл пайдалы дәрумен. Міне салат дайын. Біздің ерекше тағамда пісті. Шанышқының көмегімен кеспелерді осылай ақырындап тәрелкенің шетіне айналдыра орналастырып шығамыз. Ортасына тағамның салмасын саламыз. Өте оңай, өте керемет тағам. Үйге келген қонақтарға да ұсынылатын ерекше тағам. Бұл тағамды сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі сондай керемет. Баршаңызға ас болсын. Құрметті аспаз ханымдар, егер сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен әлі де талай пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған сымбатты асхана.